Қайталап айтайын. Жаңа құдаларымыз жақтан құданың бауырлары, келіндері, күйеу бала қарындастары келіңіздер. Қош келдіңіздер. Қарандарыңызды біліп өтсін, кімнен ағамыздан бастаймыз ба? Құрметті көпшілік қауым, құда-құдағи, қосылып отырған бауырларыңыздың бүгінгі міне екі жастың қуанышына келіп бөлісіп міне келбестер. Ал енді осы екі балалары бақытты болсын, дендері сау болсын, солардың жолын берсінен үлкендердің. Ал енді осындай қызықты қуаныш бауырларыңызға келе берсін. Тек осы екі жас бақытты болып, шаңырақтар биік болсын, босағалар кең болып, үлкен бір семьялы орталық, семьялы болсын дегім келеді. Рахмет. Ал құрметті құда-құдағилар, дегенен балсын, ерін бақытты болыңдар, шаңырақтарың биік болсын. Құдалар осылай сыйлап жатқандарыңызға рахмет. Жаңа үлкендердің тілегінің бәрі қабыл болсын. Осындай қуаныштар бола берсін. Ал енді құда-құдайлар осы тойларыңыз тойға ұласа берсін. Осы екі жас бақытты болсын. Осы екі жастың қуанышына тоймай, аман есен осылай отыра беріңіздер. Осы үлкендердің жолын берсін осы екі жасқа. Мен тілегеннің нағашы әпкесі болам. Тек қана қызық қуаныш бола берсін әр үйдің шаңырағында осындай. Құрметті құдағайлар, екі жастың қуаныштарында осылай көп тақырыпқа дейін рахмет. Осы екі жастың жарғасында аман болсын, бақытты болсындар, дендері сау болсындар. Құда бұл жылда күйеуіп жылдық болып жүре берейік жалғасы. Қайда жүрсе аман есен осы ой күлкіден айырмасын. Басқа не дейсіз? Екі жас бақытты болсын. Той-тойға жалғаса берсін. Екі жас бақытты болсын. Келген келін бақытты болды. Шаңырақтар биік жүрегін. Сол той-тойға жалғаса берсін. Және де екі бауырымыз бақытты болсын. Шаңырақтары семьялы отбасы болсын. Құда-құдағилар, сіздерге көп рахмет осылай сыйласаңыздар. Екі бауырымыз бақытты болсын. Айтылып жатқан тілектің барлығы Алла тағаланың қалауына шалына берсін. Бәрекелді. Рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Не алып келдіңіздер? Бей ма? Бір билейміз ба? Бір билейік, содан соң жайға тапқанымыз. Бәрекелді. Құдалардың құрметіне бір бей, содан соң жайғасамыз. Құдалардың құрметіне, бәрекелді, жанына жүрші жанын
benim öpelette men sana ot beremin gette janımda жүрші жаным sen gette қасымнан кетпе менің öpelette men sana ot beremin gette janımda жүрші жаным sen gette қасымнан кетпе менің öpelette men sana ot beremin gette janımda жүрші жаным sen gette жанымда жүрші жаным sen Ай бәрекелді, рахмет жайғасыңыз. Рас, бәрекелді. Ал енді құрметті тойшыл қауым түсінемін. Барлықтарыңыз билегілеріңіз деп отыр, сыртқа шыққыларыңыз деп отыр. Енді тағы бір ақ тілек мен ортаға. Осы Ақтаудағы ағайындарды шақырайын. Олай болса, Халым және де Кашай, Калей және де Хазез, Ескак және де Азез, сосын Рақа, Ерлан, Сәуке, Боти, Айка, Елеке, Бекбол және де Аманжол, Марат, Майболат, Айка, Айболат, Өркенбай, Қуат деген кісілер болса келіңіздер. Тойғанды Қош келдіңіздер. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді ағамыздан бастайық. Жал енді алыс жақыннан келген құрметті тойшы қауым, барлықтарыңыздан баянды уақыт, зор денсаулық тілейміз. Той құтты болсын, балалар бақытты болсын, тойшылар көңілді болсын, ас сіңімді болсын. Дейкеде туған елімізді, өскен жерімізді, ағыны қатты таза бұлағымызды, асқар тауымызды, алтыннан ардақты ауамызды тыстап, елден жерден шығып, Қазақстанның сардаласына, Сарыарқаның беліне келіп, Алланың бұйыртқан жеріне келіп, міне тардай шешіліп өмір сүріп жатырмыз. Ал енді бұнда келгендегіміз ешқандай пана таппай, ешқандай нәрседен қорлық көріп келгеніміз жоқ. Бірақ осы ұрпағымыз, бала чағамыз келешекте өзіміздің отанымыз қазақ еліне келіп, дұрыс өмір сүріп, дұрыс білімін алсын деп осындай жолмен келгенбіз. Ал сол тілегіміз орындалып, ұлымыз ойға, қызымыз қырға өмір сүріп жатқан осындай жайымыз бар. Ал енді соның біреуі міне жаңағы Мұхаммед Ақсақалдың немересі, Тәттімбет пен Қарлығаштың төл басы, мына бала семьяға шығып, әке шешесі ұлан асыр той істеп, міне үстіп, балаларының тойын тойлап жатырмыз. Ал енді менің өз басым болғанда, тумасам да туғандай болған осындай адамын. Жаңағы ана шалдың баласы Тәттімбет, менің балаларым енді осының қай-қайсысы да осы жаңағы бір кісінің баласындай үстіп жақсы өмір сүріп жатқан жайымыз бар. Біріміздің тілегімізді біріміз тілеп, бірін-бірі қолпаштап үстіп жатыр. Сондықтан енді мына Тәттімбектерді жаңағы үйінен чай бергенге, үйінен той істегенге дәулеті, дәні көңілі жетпей отырған жоқ. Бірақ бағана қоржынды сөгіп,
Soның ішінден жаңағы подарка сияқы дүниелерін таратып алып, содан кейін тарағанда мен өзім мына жерде кемпір екеуміз үйімізге келгенде сол Моңғолдан бір қонақ келіп қалған екен, соған кішкене айданып артынан келген жайымыз бар. Ал енді мынадар жаңағы қоржынын сөгіп, құдалардан келген ақ дәмін татқызып, сол жерден тарағамыз. Ал енді мына тойды мына үлкен тойханадан істеп отыр. Ал енді бұл тойғана әзіздің де тойғанасы, Тәттімбеттің де тойғанасы болып есептеледі. Сондықтан енді құрметті құдалар, бір-бірімізге бұрыннан бір елден бір жерден келгенмен бірімізге-біріміздің таныстығымыз жоқ. Сондықтан Тәттімбеттің үйіне балалардың ақ батасы істеліп, соңынан Тәттімбеттің өзінің тойғанасынан тойлатып шығарды деген түсінікте болыңыздар. Ал енді балалар, қарғаларым, біреу тойдың төрде отырған 83-ке келген атаңның жасын берсін. Сонан кейінгі осының алдында 2 айдың алдында мына бәйбішекеміздің 50 жыл семия бір шаңырақтың астында өмір сүргенімізге 50 жыл болып, мына отырған мына қазез ұлдарым Ерлан келіндерім тұр. Осылар жаңағы кемпір мекеміздің алтын той деген адреспен осы тойғана кигіз үймен елден алып келген ұлан асыр тойсыз келгенбіз. Енді осы балаларға беретін батам, осы жаңағы кемпір екеміздің бір шаңырақтың астында 50 жыл өмір сүріп, алтын тойын тойлауға нәсіп етсін деп тілеймін. Ал енді ең соңында екі балаға ерекше айтарым, сұраған бір Алладан қыз бен ұлым, қайыспай көтеріңдер өмір жүгін, ұрпақтар болашақтың жалғассын, болыңдар тату тәтті қос құлдың демекпін. Енді бәйбішеме. Жал енді, мынау енді өзі әркімнің өз тойында өзіне, әркімнің өзінің президент өзінде, президент төр алдында отыр. Сондықтан жаңағы балаларды өмірге әкеп, тәрбиелеп адам болдырған. Осы анадан артық ардақты кісі жоқ. Сондықтан өзім қалым, ұлдарым Қазез, Әзез, Ерлан, міне Береке тұр, Аманжол тұр, Майболат тұр, міне күйеу бала Өркенбай тұр. Қуатты жазылмаған. Осы қуаттар енді осының жаңағы той сияқысыз, шашусыз болмайды. Сондықтан осы аталғандардың арасынан тойдың шашуын анасы ақ сүтін берген осы Қарлығаш келді. Енді бұл қызға да, ұлға да әкесі де бар, атасы да бар, ағасы да бар, бауыры да бар. Осы анадан жақын кісі жоқ болғандықтан анасына беріп жөн Құрметті тойшы қауым, бүгін бір баламыз екеуі қуанып жатырмыз. Алаштағы айырылған қыз асты дәмдендірген тұз дейді. Осы балаларымыздың арқасында екі ауылдың арасында алтын көпір болып қуанып жатырмыз. Біреуіміз екеу болып жатыр міне. Алладан тілеген қыз бен ұлдың көрейін деген, ата-ананың көрейін деген қызығы осы. Осыған жеткізген Аллаға мыңда бір шүкірлік. Қасиетті бір күнде бір күні бар Алланың жарым айға белгісіз, бір күні бар Алланың жарты күн белгісіз. Жарым айға белгісіз жығаулы күн өткізіп жатырмыз басымыздан. Осы жақсылық, осы береке бірлік, осы біреуім екеу болған барша отырған осы үлкен кіші кәржастың бәріне берсін. Осы төрдегі отырған атамыздың тілеуі мынау. Менің жалғыз ағам болған сол кісінің замандасы, менің қазір туған ағам деп есептеймін, ана Мұхаммед ағаны. Ал онда Тәттімбек Қарлығаш болғанда мен туған бауырдарым өзімнің деп есептеймін. Туған бауырым болады да, болып та жүр, өз балаларынан ешбір алалығы жоқ. Ал енді Жанкам мен мына тілеген екеуінің жастарың ұзақ дендерің сау болсын құлыным, атаңның жасын берсін, ұзақ ғұмыр берсін. Арайлы таңның шапағатын берсін, аққудың адамның махаббатын берсін. Аман болыңдар, мәңгі өмір сүруге Алла нәсіп етсін.
70-80'ge келіп алтын той, күміс той, інжу тойларыңды тойлап отыруға нәсіп етсін. Ана атаң менен мамаңды өбіре-шөбірелі болып қуантып алуға нәсіп етсін. Үйлерің жанға толсын, сырттарың малға толсын, аман есен болыңдар. Баршаңызға Алланың нұры жауып, осы жақсылық баршаларыңызға келсін. Тәттімбек Қарлығаш, енді ана атамыз той тілеулеріңіз той қыласын. Осы баршаңызға жақсылық тілейміз. Аман болыңдар. Бұна енді Алла қабыл көрсе, Ақбата мына тұрғанның бәрі осы сізге. Ал енді әзіз, қазез бастап, береке қостап, бір әлемді ән айтын. Бәрекелді, мынау тілектеріңіз қабыл болсын. Мынау бағана сыйлықты апамызға беріп жатсыз. Анда-санда конвертті ағамызға да беріп қойыңыздар. Үйіне дейін ұстап қалсын хотя бы. Тілектеріңіз қабыл болсын. Енді сіздер ән шырқайтын боласыздар ма? Бәрекелді, тілектеріңіз қабыл болсын. Ән айтатындар қалсын, қалған сіздер жаңа сөйлеңіздер. Құрметті ағайын туыс, мынау Тәту ағаны бір жақсы көретін бір әні бар еді. Елден Сапар деген әні бар еді. Сол әнді жаңағы Тәту ағаның қуанышына жолдайық. Екі бауырымыз бақытты болсын енді. Аман болыңыздар. Шамамыз келгенше айтамыз енді.
Oy könç oynaydı şebolay Barışanızdı kolda sen atababay Kutlu olsun canım toylarınıza Orundaldı boylağın oylarınızı deneyay Aman cürüsün ortada koskala bana Toğuz tuğanı cinayet toyladığınızı deneyay Dödürgan adımız kabul olsun badımız Aman yürüsün ortada vas koşkan balımız Nizamına gayet beriniz gayakı Ülkün geçicine ol keriniz geleyay Bugün bir iki bop bir balamızda Kebzatınız mineke senimiz gedeneyay Бәрекелді. Ал енді, құрметті қонақтар, осымен кереметті кешіміздің, яғни бірінші автосырқамыз соңына жетті. Еттің батасын аламыз, содан соң екінші автосырқам болады бір сағаттан кейін. Ол кезде шай ішеміз. Одан кейін үшінші дастархан шашлык жейміз. Мені әумин, кешіміздің батасын алайық. Құдалардан ба? Құдалардан аламыз ба кімден? Кешіміздің батасы, иләһи әумин. Өзінің намына ұқсауыздар. Негізі заң бойынша құралар беру керек. Ешкім қозғалмасын, ешкім қозғалмасын. Ешкім қозғалмасын. Ешкім қозғалмасын. Мен өтіп олайын. Мұнда отырған ағаларға ән керек, жеңгелерге сан керек. Таттымбет аға, осымен мен де демалайын. Жалмауызға да жан керек. Келіңіздер. Бір сағат артырақ. Хоппа! Хоп, хоп. Кірсесін, қайдасың, соны білмедім. Бірде барсың, бірде жоқ, сен бір елесің. Күнімде таңымдай маған келесің. Аспанға қараймын, жұлдызды сараймын,
Al. Kelingizlar, suratga. Sağ
Ал құрметті қазақ елі келіңіздер. Шай дастархан дайын болды. Қазақ айтпақшы, адам жолдан қайтпаған, апам шайдан қайтпаған демекші келіңіздер. Шай дастархан дайын болды. Сыртта жүрген, іште жүрген, коридорда жүрген, өсек айтып жатқан жердегі әйелдер соған келіңіздер. Биіктігіңді де көп байқамаймын. Отырсаға қадал күндері сайын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емеспіз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Жүрегіммен шағымның есі, шаңырағыммен шаттығымның кесі. Ыстықсыз үнсіз ғана сүйесің, қамшайымым. Бағымдың менің жалғыз өзің есіме, бағымның гүлі болып бақыт кешемін. Бағына жетпей жатса егер кей кезде сен кешегір. Басымды өзім бірге сүрген, ешбір адам мені сенбей сүймеген. Тілегім салғана өмірлік өздерді өшірсінбеген. Қамшайымым, жүрегіммен ошағымның есі, шаңырағымның шаттығымның кесі. Ыстық сезіммен үнсіз ғана сүйесің, қамшайымым. Бағымдың менің жалғыз өзің есіме, бағымның гүлі болып бақыт кешемін. Бағына жетпей жатса егер кей кезде сен кешегір. Шаттығымның иесі, ыстық сезіммен үнсіз ғана сүйесің, жанары жанар. Жастар бақытты болсын. Қолды бостар болса шапалақ ұрып жіберіңіздер. Бәрекелді. Жайғасамыз. Не деген шапалақ деймін да мейілді ашытып жіберіңіздер қазір. Армысыздар ағайын. Қымыз ішкен қазғарда ет жеген. Бұл қазақтың күні тойсыз өтпеген. Бірін-бірі батыр деген елден біз достығылы дұшпанында сөкпеген. Ассалаумағалейкум бауырлар. Адалдықтың ауылына беттеген. Қазақ деген елге тағы бір сәлем. Той құтты болсын. Міне кешіміздің екінші дастарханы, яғни шай дастарханына қош келдіңіздер. Олай болса мен кешіміздің алғашқы ақ тілегім осы әулеттің ескі, яғни ескі демесек те байырғы құдалары Жанәбіл, Төкен және де Зүлкәпіл және де Маржан деген кісілер болса келіңіздер.
келдіңіздер. Өзіңіздің бастайсыз. Hoş geldiniz. Жеті баладан бақытты болсын, сіздерден шабыт болсын, мұраттан асыл болсын деп басқа айтамын. Әлемде барлық сіздерге деймін. Ал Құда Құдағилар бүгінгі келіп жатқан қадаларыңызға нұр өтсін. Тәті Құда, Құдағи, балаларыңыз бақытты болсын. Бақыттың ішінде бәрі сияды. Бақыт деген үлкен сөз ғой. Бүгінгі міне келіп жатқан дастархандарыңыздың тілеп жатқан тілеулеріңіз қабыл болсын. Бүгін мынау енді Құда мыңдық дейді ғой, біз бұрыннан келістен қанша Құда болсақ та, осы балаларымыздың кішкентай болсақ куәгерміз, өсіп өніп келе жатырмыз, тәуба Аллаға шүкір. Осы төрде отырған Құдамызға да рахмет. Біздің де талай балаларымыздың, біздің де ауылдың бір үлкен ақсақалы болып, төрімізде отырып, тілеуін тілеп, батасын беріп, әрқашан өзінің бір тақпағын оқып, біздің бір үлкен қариямыз болып келе жатыр. Осы Ақтауда қанша жыл тұрсақ, сонша осы кісіге алғысымыз шексіз. Әкеміздің орнымызда әке болып келе жатыр. Кеше ғана өзімнің ұлы үйленгенде тәтемен қарғыс бармай қалса да, құдамыз әкесі өз батасын аламыз деп, мәжіліске жіберіп шапқат отырып алдырып алған. Осы екі балаларымыз бақытты болсын. Төбелеспін. Жаңа біздің ауылдың адамдар келді, жұмыс шаруасы тіркеп болып, бәрі кетіп қалды. Осы сөздің тілектің ішінде ол кісілердің аманатын жеткізе өтірем. Күліп жүрсеңіз өшті, құдайға сайып, бейліп мен байқағаным сіздер енді ән айтуға шебер екенсіздер. Ән айтуға мықты екенсіздер. Енді келесі ойын, керемет ойын ән жалғау деп аталады. Әннің басы-басынан қалай ән көшеді, әрмен қарай сіздер жалғастырасыздар. Сонымен алғашқы әніміз тізбеді. Құрбым жан құрбым, бала кезімнен бақыт көрушем, қара көзімнен кеттім. Келесі. Бәрімізді жазылмаған дастан еді, армандастар қордастар. Бір дәуірдің мөлдіреген дастан еді, бәрі
жолын армандастар арман достар замандастар рахмет келесі Ölgende senin nurlu didarına gündüzü ölgende kızılları gelirsin. Apa, şal emez, şarjım. Gelirsen. Gelirsen. Maria manedim Жұлдыздан жаңған едім Жүректің болған еді Өзіңсің жаным Шекелеп алған еді Тұратын жолдар еді Мен үшін ең әдемі Өзіңсің жаным Ай, ай, ай Berekete. Gelirsen. Жастар. Айтамыз, білеміз ба? Ал кет. Ямахау. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, Ay, ay. Delícia. nossa, nossa, assim você. Gelirsen. Makarona ne? Rahmet. Makarona ne? Makarona. Gelirsen. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to. Gelirsin. Rahmet. Baklaşanın Kazakçası kim bilir? Evet. Baklaşanın Kazakçası. Nerede degen başı basınız yok. Jigara degen başı bulgur. Ha? Kim? Şaptalı, şaptalı. Koyaldı емес, bayалды. Қазір жаңадан қойылады бағана қамды. Ha қоямыз, Баклажан деген жерде bayалды деп айтылаймыз. Кеттік. Келесі. Келесі. Это здравствуй, метель, город тянущий небо. Это здравствуй, земля, здесь шахтерская душа. Это келесі. Жоқ. Ол әнді айтуға асықпаңыздар. Бұл әнді отырып
шай ішіп отырып айтсаңыз да болады, жатып айтсаңыз да болады. Бірақ негізі жаны қазақ, жүрегі қазақ кісілер болса, действительно қазақтар болса, білесіздер қалай айту керек екенін. Кеттік. Mangayımla seyfabı gelin saldı Hazarımın bağlakanı o depreye Zaten ekin böbeğinde Gönlümüze kıyma yoluna bağlanırdı Бәрекелді, біріншісі тапсырсаң тындыратын қазағым. Ұнамай отырған адамын сындыратын қазағым. 9 ай сайын әйелін туғызатын қазағым, әйелін туды давай деп жуғызатын қазағым. Ішіп алса сындырам деп айқайлайтын қазағым. Кредит алып банктен қайтармайтын қазағым. Оның бәрін былай қойып, бүгінгі міне кереметте, тәттімбетте ағам секілді 100 адамды жиып алып той қылатын қазағым. Қазақстан, қазағым аман болсын. Ал, құрметті қонақтар, келесі кезекте керемет тілектің кезегі. Мен құдалар жаққа бергім келіп отыр. Құдалар жағымыздан, жаңа құдалар жағымыздан құданың құдалары дейді. Құданың құдалары, құдағилары. Және де құданың жиендері, жиен келіндері дейді. Келіңіздер, билеп. Құдалар қауымға қош келдіңіздер. Кімнен бастайын? Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар, құрметті қауым. Міне бүгінгі той тілеудің тақырыбы белгілі. Осы барша қауымға, әсіресе құдаларға той тілеулеріңіз қабыл болсын деген. Екінші айтарымыз біздің дәулетхан құданың жаңадан болып жатқан құдасы сіздер біздің жолымызды беріп, келешекте бізді ұстап, ілік-жілік боп, құда боп, туыс боп, жақсылық, жамандықтарыңызды бірге бөлісіп, аралап жүре берулеріңізді, араласып жүре берулеріңізге тілектеспеймін. Осы дастархандарыңыз әрқашанда қызық қызметке, тойдың маңда жақсылыққа жайылсын. Ал осы бүгінгі қосылып жатқан екі балаларымыз бақытты болсын, дендері сау, денедегі ширақ, отанымыздың бір мықты азаматтары болсын. Осы екі жақты тең сыйлайтын екі араға жол салатын, көпір болып, екі жақты жалғастыратын үлкен бір азаматтар болсын. Үйлері жанға, қорадары малға толсын. Отанымыздың бір мықты
ортауыл келешекте қара шаңырақ болсын. Рахмет. Ал енді құда-құдағылар, Әкімбек, Қарлығаш, біреудің ұлды болмасында, біреудің қызды болмасында, мен ана құдаларымның ең тұңғыш құдасымын. Жаңа Әкімбектер айтты, мына балаларың бақытты болсын, дені сау болсын, бәрімізге бірдей. Сондықтан осы екеуі араластырасында, құраластырасында осы екеуі тәртіпті алдымызды ойнап күліп, ішіп жеп, жайнап жүрсе, бәріміз аралас құралас. Құдай болып жүре береміз. Алдына сойып жатқан Ақсарбастың балаларына қабыл болсын, балалардың мұраттары асыл болсын, дені сау болсын. Әрқашан ортамызда ойнап жүретін ақпайлар үлкен, қара шаңыраққа айналып ойнап жүріп жататын бір үлкен ортау ақорда болсын деп деймін. Басқа тілегім жоқ. Бәріміз деніңізге саулық, қалықтарыңыз аман. Осы тойшы қауым бәріміз осындай қашанда тойда, думанда, осындай Ақсарбаста деніміз сау, басымыз аман, тойда қосыла беруге Алла барлықтарыңызға жазсын. Деймін, басқа айтамын. Ал құрметті құда-құдағилар, мына бүгінгі тойып жатқан Ақсарбастарыңыз қабыл болсын. Мына секілдіңіз ең кенже құда болып жатсыздар. Тәттімбек, Қарлығаш секілдіңіз. Осымен құттықтаймын сіздерді. Мен ең үлкен құдағым мен құдағиымыз. Ең үлкенім деп қойсын. Құда мен құдағиымның тұңғыш құдасы мен құдағиымын. Сіздер жаман жермен құда-құдағи болып жатқан жоқсыздар. Бұл кісілердің аузын аша жүрегін көрінетін құдағилар. Барлық құдағиларымды енді өзім көңілімнен шығады, сіздерде шығады деп ойлаймын. Енді осы сіздердің де ең үлкен қыздарыңыз, осы бақытты болсын, шаңырағы биік болсын, дені сау болсын, осы екі балаларыңыздың қызығын көріңіздер. Біздің мен тілегенім жалғыз құда балам деп айтпаймыз. Екі әпекесі бар алдасында. Екі әпекесі аузын ашса, тілі көрінетіндей мен мақтай аламын, құдамды мақтан етемін. Сіздер де солардың қатарына қосылады деп ойлаймын. Мен құда-құдағиымда енді құда-құдағи енді табылмайды деп ойлаймын. Балаларыңыздың қызығын көріңіздер. Әрқашанда осы дастархандарыңыз қызығымен жайылсын. Балаларыңыз бақытты болсын. Құрметті құда-құдағилар, біздің ең алғашқы осы құдамыздың алғашқы баласын алып құда болып отырған бірінші құдамыз осы Дәулетхан еді. Бірінші сіздерге құда болып отыр. Сондықтан осы құдамызға біз тілектеспіз, біріміз. Осы құдасының бірінші баласын алып отырғанда Сәкен ағамыз осы құдалардың бірінші сіздердің балаларыңызға қатты қуанышта болып отырмыз. Осы тілегенменен осы баламыз өзі қолымыздан өскен бірінші енді балаларымыздың қолымыздан өскен бірінші қуаныш еді. Осы тілекте бірінде отырмыз. Сондықтан енді барлықтарыңызға дендеріңіз саулық, бастарыңызға амандық. Осы екі баламыз бақытты болсын, әрқашанда аман болсын, береке бірлікте, дендеріңіз саулық, береке бірлікте болғандықтарға тілектеспіз. Ал енді құрметті құда-құдағилар, мына жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын, енді балалар бақытты болсын, барлықтарыңыздың дендеріңіз сау, бастарыңыз аман, әрқашанда осындай қызық қуанышта енді Алла тағала жолықтыруға нәсіп етсін. Барлықтарыңыз аман болып осындай қызық қуанышта жолға берсін. Құда-құдағилар, бақытты болсын, дендері сау болсын, үлкен бір азамат болсын. Құдағилар, екі баламыз бақытты болсын, дендері сау болсын, көтерген шаңырақтары биік болсын, барлықтарыңызға аман есен өтсін. Сәлеметсіздер ме, құрметті құда-құдағилар. Екі балаларымыз бақытты болсын. Менің анау басқыда болып келген анау менің қарындас болам, Сағырхан деген кісі. Туған қарындас болам. Ана дәу құданың бір жағы құрдасым, бір жағы құдам. Бір оқығанбыз екен. Мен санаға басқаларыңыздың әйел емінен жеңгем 40 жыл болып жеңге болып келгені.
Endi soğukta tilek etmey kalıp koydu. Tete kelip bir tilekimizni aytыңыз bizden bұрын. Tete. Tilekimizni aytыңыз bizden bұрын. Tete. Tete bir tilekimizni aytыңыз. Tevдің туған апайы болады, ең үлкен апайы. Тілегімен енді келін бақытты болсын, екеуден дәуір бар соғының үйінде балам. Бақытты деймін енді құда құдағайлар. Ана асатын емес сыйласатын құда құдағай болыңыздар. Не айтам енді осындай қызызда сол келін сүріп өткен шаңырақта бола барсын тек дастархандарымыз қуанышқа кетсін, екі бала бақытты болсын. Құдадан екі балаларымыз бақытты болсын, пенделі сау, осындай сыйлыққа дастарханымызда сатыңызға береке берсін. Тойдарыңыз тойға боласыз, балдарға болсын. Тілегіммен болсын, ең ағасы болам. Көңістерін айтқан тілегіне қосылам. Бақытты болсын. Ayıp etmеңіздер, мен не жазып деп соны айтып жатырмын. Бұл кісілер негізі басында айтылған болатын, сонда да шақырайын, олар болса құданың әпкесі мен жездесі. Келіңіздер. Бәрекелді. Ал қош келдіңіздер, өзіңізден бастайық. Құрметті қонақтар, бүгінгі айтып қабыл болсын. Айтып жатқан тілектеріңдер Алланың құлағына ашамыз. Енді артық не айтамыз? Сіздердің айтқан тілектеріңізді қосқанымыз осы балалар бақытты болса бізде бақытты. Оған андай еміз жоқ. Балалар бақытты болсын. Осы екі ортада осы екі бабамыздың көпір болып жүре берсін, пайда көреміз. Сондықтан осы екі бабамыз қашанда бақытты болғанын көріп қалатын қыз қуанышын қоймай жүре беруге нәсіп етсін.
Бәрекелді, мынау тілектің ерте кеш берілгенінен, оның былайдан айтқанда, орысша айтқанда, ерте берілді, кеш берді, ол ештен кетпейді. Ең бастысы қабыл болғаны. Дұрыс па? Той құтты болсын, сіздерге мынау қошемет, жайғасайық. Енді құрметті қонақтар, келесі кезекте Жанардың сіңілісі бар. Ақтілек деген қыздарыңыз. Ақтілектің орындауында қазір бір керемет ән болады. Сіздерден бір қошемет болса, келіңіз. Ақтілек. Ақтілектің орындауында қазақтың халық әні деп имамы. Қарағым налма, қарағым жылама. Сен бүгін ұшасың кетесің, әкеңден әкеңе жетесің. Анаңнан анаңа жетесің. Шараптың уы сіңіп қаныма, отырам бейтаныс біреудің жанына. Қарағым налма,
Қарағым жылама. Сен бүгін ұштың. Сен бүгін кеттің. Қарағым жылама. Егер де тілеген ренжітіп жатса, мамаңның активін папаң билайын білесің. Бәрекелді. Рахмет. Мынау пакет таратып жүрген тәте, сізге айтайын. Қазір мынандай ұғым бар, сіз пакетті бересіз. Бұл кісілер я тілек тыңдамайды, я бейт тыңдамайды, я анау жасқа қарамайды. Бұл кісілердің ойына пакетке салатта үндемей шығып кете береді. Оны қойыңыздар, пакет үшін келген жоқсыздар. Міне, мына кісілер үшін келдіңіздер. Дұрыс па? Қоя тұрыңыздар пакетті. Ана дастархан ешқайда қашпайды. Тұрады осы дастархан. Сондықтан да қоя тұрыңыздар. Мына жерде тілек айтып, рахмет. Тілек айтылып жатыр. Мына жерде екі жасқа керемет сөздер айтылып жатыр. Оны тыңдамайды. Пакетті салып алды анау. Бәрекелді. Сабыр сақтай, қоя тұрайық. Тағы да құдалар жағыңызға тілек келген. Мұқият тыңдаңыздар. Тілегеннің әпке жезделері. Келіңіздер. Бәрекелді, қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум ағайын, осы екі тағыларымыз осы айтқан ақ-тілектердің бүкіл Алланың құлағына шалсын дейміз. Екеуі де аман болсын, мықты бір азамат болсын. Ал енді осы тойымыз барлығымызға құтты болсын. Осы бауырларымыздың енді бақытты болсын деймін. Шаңырақтары биік, тереңі кең, босағалары берік болсын. Осы дастарханымыз тек бір жақсылыққа жайылсын, мол болсын. Жастар бақытты болсын. Ал енді тілегенмен жалар, бүгінгі қосқан оталарының берекелі болсын. Әрқашанда қол ұстасып бірге жүрділер. Бірге мұнайсаңдар, бірге мұнайып, бірге күліп, әрқашанда қолдарын жібермей, бірге қысып жүрсеңдер, сонда ғана бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Екеуін сыйластық болсаңдар, бәріміз бір-бірімізді сыйластық болады деп ойлаймын. Сонда әрқашанда барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Тілегенмен жалар тату болса, бәріміз де тату болады деп ойлаймыз. Сондықтан бәрімізге бақыт тілеймін. Ай бәрекелді, тілектеріңіз қабыл болсын. Не алып келдіңіздер? Не келдіңіз? Бей ма? Бей деп қайдайды. Бәрекелді, рахмет менің той саласында жүргеніме 3 жылдан асып 4 жылға жақындап қалған екен. Осы күнге дейін осы ұзату тойдан есімде қалғаны еркектер қауымы екі-ақ рет жылайды екен. Өмірде екі жерде жылайды екен. Біріншісі қызды ұзатқан кезде жылайды. Екіншісі мас болған кезде жылайды дейді. Бәрекелді. Жылаудың Алла сақтасын, көзден жас шықса тек қана қуанышқа шықсын деген ниеттеміз. Олай болса әрмен қарай жалғастыра келесі сөз кезегі мен ортаға бас құдамыздың дос-жаран замандастарын шақырғым келіп отыр. Келіңіздер. Құданың достары.
Құда. Ағам қарамайды. Біз айтады ғой, бір дос бар дейді, қалтаңнан мал кеткенше дейді. Бір дос бар дейді, кеудеңнен жан кеткенше. Мен түсінігім бойынша сіздер міне Құданың кеудесінен жаны кеткенше достарсыздар деген түсініктерміз. Олай болса мына қуаныштарыңыз құтты болсын. Кім енді өзіңізді? Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Мынау екі балаларыңыз бақытты, дендеріңіз сау, тойларыңыз тойға жалғасып жүре берсін. Осындай қызық, баласы үйленбеген жаңа көшкен кісілердің басына берсін. Осындай той құтты болсын. Осындай қызықта, осындай думанда ойнап күліп кезге берейік. Екі қарғамыз бақытты болсын. Бүгін енді мынау дәрмен тәкеңнің енді осындай құдалықтары ұзақтан болсын. Мен өзің дәудің құрдасымын. Настоящий досымын енді. Ал дәуекер, мен жолымды берсін саған. Сіздерге мен жолымды берсін. Ал енді тілеріңіз қабыл болып, мұраттарыңыз асыл болсын. Осындай балаларыңыздың қызығында әрқашан ойнап күліп, бағана мен үлкендердің айтып жатқан тілектері Алланың құлағына шалсын. Әрқашанда осы балаларымыз бақытты болсын. Осы балалар үшін жүрміз ғой. Осы балалардың қызығында ойнап күліп жүре берейік. Басқа не дейміз енді? Тілеуіңіз қабыл болсын, тәке. Ассалаумағалейкум. Құдадар, енді әрқашандан екі балаларыңыз бақытты болсын. Өйтіп, Синжапар болып күле болып жатқандарыңызға көптен рахмет. Ары қарай екі балаларыңыз бақытты болып, үлкен Қазақстанның үлкен азаматы болсын. Енді дәу құда, мың жылдық құда болыңыздар. Әрқашанда берекеліліктен айырмасын. Әрқашанда осындай жасты ғасырда кезге беріңіздер. Тартылсын барлық өлең айтылсын, анам көріп жастық шағын еске алсын. Өзге тойды тойламасаң тойлама, екі жастың бақыт тойы тойлансын. Өзге тойды тойламасаң тойлама, екі жастың бақыт тойы тойлансын. Барыңды да жоғыңды да сал соған, құдаларың осы жайды аңсаған. Баласына бір той жасап бере алмай, өтіп кетті бұл өмірден қаншама. Баласына бір той жасап бере алмай, өтіп кетті бұл өмірден қаншама. Қыз дегенің қонақ қояу қашанда, төбесінде алтын құйып қойсаң да, шаңыраққа ие болып қалатын. Ұлдың аты ол ғой шіркін қашанда, шаңыраққа ие болып қалатын. Ұлдың аты ол ғой шіркін қашанда. Тоқал керек пе, тоқал? Тоқал, тәке. Тоқалға беріп кетеміз. Не болып кетті? Жаңа сәк достар. Бір сөйтіп қойыңыздар. Бірекет жайғасамыз, енді әрмен қарай жалғастырайық. Келесі кезекте біздің бір тағы да ән айтатын пәнеміз бар.
Basat koyduk. Vakıtımdı gidip vardım, oylagan maksatına жетip vardım. Ağam seni ойлағандай, жүрегіне баурағандай. Қарындасым, қарлығашым, барған жерім бағындашым. Шаңырақ кереген керілмесін, қуаныш бақытқа еліндесін. Ауылың мақтаулы келіндесін, артыңнан жаман сөз ерілмесін. Қарындасым ай, қарлығашым ай. Жат жерге келін болдың қарындасым, жас жүрегің езілмесін жалындасым. Гүлдей жайнап өскен жерім, артта қалдау ескермедім. Қарындасым, қарлығашым, барған жерім бағындашым. Шаңырақ кереген керілмесін, қуаныш бақытқа еліндесін. Ауылың мақтаулы келіндесін, артыңнан жаман сөз ерілмесін. Қарындасым ай, қарлығашым Келесі кезекте тағы бір керемет тілек, мен ортаға Құданың балдыздарын шақырайын. Және де қайын бауырлары мен балдыздары. Келіңіздер, Құданың Сіз келін емес. Онда өзіңіз айтыңыз, қалған қосыңыз. Ал енді құдалар, осылай бізді сыйлап жасағандай шақырсаңдарыңызға рахмет. Мен бағана тағы шыққам шатастым, 2 рет қайта шықтым. Енді жастар бақытты болсын. Осында отырған үлкендердің жолын берсін, үлкен ақсамайлы тартысты әже болсын. Әр шаңырақта осындай қызық қуаныш бола берсін. Бағана да сөйледім, кететін шығар енді. Тек қана жақсы бақыт болсын. Бәрекелді. Енді менің сізге кішкене тілерім бар. Айтып отырсыз ғой, 2 рет шықтым деп. Дұрыс па? Тілек артық етпес. Менің сізге тілерім, мынау жұлдыздай болып жаныңыз. Бүкіл Ақтауға таныңыз. Енді Ақтау қойы тұрсын, бүкіл Қарағанды облысына таныңыз. Қарағанды облысында бүкіл Қазақстанға таныңыз. Тұра бермей барыңыз деп. Рахмет. Енді құрметті қонақтар, кешіміздің ең
соңғы және де ең маңызды тілегі. Өздеріңіз түсініп отқандай, мен ортаға той иелерін шақырайын. Қошеметтеріңізбен Тәттімбет ағамыз шапалақ қайда? Тәттімбет ағамызбен қарлыға жанамыз, келіңіздер. Шапалақ, той иесі. Ал, құрметті қонақтар, абыр-сабырды басайық, өйткені басқа тілекті тыңдамасақ та осы тілек тыңдайық. Мына ағай туыстар жиналып жатқан екі баламның бақытты болуына ағай туыстар келіп жатыр. Алла Тағала екі балама бақыт берсін, тату тәтті болсын. Мені келіп жатқан ана алыста бұл баламның ұлиядан келіп жатқан ағайын туыстарыма көптен көп рахмет. Алғашқы осыма ортақ болып жатқан барлық ағайын құлағым жеткізілді көптен көп рахмет. Осы қуаныш сіздерге болсын. Барлығымызға жақсылық берсін, денсаулық берсін. Мына жаңға менің бағам. Мінезі мен құсағым. Ешкім өтірік айтпайды. Ешкімнің төмен түспейді. Сондай бала. Алла Тағала бақыт берсін. Осы келіп отырған ағайын туыс, жігіт-жақтар, мені сыйлап келіп отырған барлық құда, ағайын туыс, бірге туысқан әпеке, ағай, қарындастар, көптен көп рахмет. Сіздерге осындай ақ дастарханда кезге берейік деген Алла Тағала нәсіп етсін. Екі балам бақытты болсын. Ең тату тәтті болсын. Тату тәтті болса, барлық дүние болады. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Көп рахмет, мені сыйлап келіп отырғандарыңызға. Денсаулық тілеймін. Күліп өтсін, екі балам бақытты болсын, барлықтарыңызға бақытты деймін. Көптен көп рахмет, сыйлап келіп жатқан той қауымда. Аспа. Аға. Тойдың соңы, жаңа айтатын жатыр. Білектерін айтып келіп берді кестемейді. Бәрекелді, айтады ғой, қимайды ұзатқан жоқ қыз баласын, жан дүниен қалай ғана сыздамасын. Құдалар алақанға салып берді, жүректің жұлып алып бір парасын. Сондықтан да, міне, біреуге қыз, біреуге ұл құтты болсын. Өз айтады ғой, қыз балаңды сыйлай бір, келін болар қызың бар, ұл балаңды сыйлай бір, күйеу болар ұлың бар дейді. Сондықтан да біреуге қыз құтты болсын, біреуге күйеу бала құтты болсын. Той баласын. Енді мынау кереметтей айтады ғой, сағынарсың, болмаса әкең жаныңда дейді. Жан әкесіз асқан асу асума деген. Той думанның қуаныштың ішінде жан әкесіз шашылған шашу шашума деген. Сондықтан да бүгін кереметтей, асқар таудай керемет Тәттімбеттей ағамызға бір қошеметтерді соғып қойсаңыздар. Енді анаға келетін болсақ, айтады ғой, анам менің жүрегімнің төрінде. Мен балапан,
қанат қаққан өмір. Уысыңда шіркін миллиондаған, мейлі миллиардтаған байлығың болса дағы кім бар артық анашыңнан өмірде дейді. Сондықтан да кереметтей міне ақ жаулықты анамызға бір қошеметтеріңіз болса. Бақыттысы керек болсын досағам, құлай қосқан дәулеттің қосағымды қосағам, жанасын бәрекелді. Барлық тілекті айттық қойды. Рахметтеріңізді айттыңыздар ма? Сосын анау естіп қоймасын. Амада жақсы басқарады екен. Өзіміз сұрап алдық қой. Иә. Сіздердің қошеметтеріңізбен мен ортаға Жанар шақырайын, келеді. Жанар келеді. Бәрекелді. Енді ұзатылып бара жатсын. Енді әкемізбен бір билесек. Әкесі мен қызының биі болсын. Келсеңіздер шамалады. Әкесі мен қызына керемет ән орындайтын Нұрсұлтан Айлерін кірді. Сен менің шырағым мен жаққа, қарсы алсын шуағың мен ақтан, қол жайып сұрадым мен хаттан, бағыңды жақсын тәңірім. Ақ көзің өмірдегі тәтті, өсірдім мәбеледім бақтым, бой жеттің сыңарыңды таттым, не дейін саған шарығым. Еркем, 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 осыңмен жан сырымды шертем. Жатырғама олда сенің өлкең, қадірлі бол барған жеріңе. Ертең, 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 осаңмен бірге жайып
senin өлкең қадірлі бол барған жеріңе ертең 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 тоқсаныңмен бірге жайып өркен иманыңмен мінезіңмен көрген бақыт сыйла барған еліңе бақыт сыйла барған еліңе бақыт сыйла барған еліңе барған жерде тастай болып тұрмайсың. Әкесі мен қызына қошеметтеріңіз қайда? Анасының ақ сүтімен жаралған, атасымен әжесінің тәрін етсін балалар. Бүгін міне елге дайын орнына барарман. Ата-анаң бара жатсың, ұзақ ата-анаңнан. Уақыт құсы берік болсын, берік болсын. Бәрекелді. Енді құрметті қонақтар, қызымызды ұзатпастан алдым. Осы кешке еңбегі сіңген жігіттер мен қыздарға рахмет айта кетейік. Ең бірінші болып осы сіздерді бейнетаспаға түсіріп, мәңгі есте сақтап жүрген өздеріңіздің ұлдарыңыз Теміртау қаласынан келіп отырған Мәди ұлдарыңызға бір қошемет сұраймын. Бұларға да қиын емес, оңай емес. Таңертеңнен кешке дейін бір тесікке қарап жүріп кімге жағады? Және де келесі рахметті менің өнердегі де өмірдегі де досым, жас шағына келсек маған аға болып келеді. Қарқаралының тумасы, менің туған абысыным Тоқтар. Армандасай. Бәрекелді. Сосын осы әулеттің жеңгелері бар. Сол кісілерге бір қошемет соғыңыздар. Барша жұмыста. Сосын міне, мен ағам бар мына жерде отқан. Көк көйлекті ағам отыр ғой. Сіз. Осы кісіге бір қошемет бұл кісіге риза болдым. Бұл кісі іші пысса келіп маған осып бере ме бір кім? Сосын атама рахмет. Қошемет, төрде отырған мен атам бар ғой. Сол кісіге қошемет қойыңыздар. Сосын міне, жігіт жолдас пен қыз жолдас. Ең үлкен еңбек осы айтты, қошемет қойыңыздар. Просто егер отырса отырады, тұрса тұрады, соған айтып отқан ғой. Бәрекелді. Сосын тағы кім қалды? Мен ағам, мен осы тойға алып баратын ағам бар. Осы кісіге рахмет айтып қойыңыз. Бәрекелді. Енді өзіме келетін болсам, менің есімім Жүсіп ағайын. Мен өзі кіші жүзбін. Кіші жүздер жоқ па? Жүздер жоқ ба? Отар жүздер екен бәрі. Өзіме келетін болсам, мен кіші жүзбін, руым Шөмекей. Менің есімім Жүсіп болғанға көбісі анау Шаншар театрындағы Жүсіппен жатастырады. Олай емес. Мен анау Тұрсынбек Қалғатов емеспін, туғандарында. Мен Нұржан Төлеуов емеспін, Күлдіреттің бәрінде. Мен Валерий Габдыраев емеспін, Сексеміз қарында. Мен жай ғана Жүсіппен Теміртаудан қарапайым кәдімгі керек, біз жолғамыз. Әр тойда осындай біреу болады. Бәрекелді, енді құрметті қонақтар, бісміллә деп бастаған тойымыздың иләһи әумин деп батасын алайық. Содан соң барып қызымызды ұзататын боламыз. Бірінші бата алайық, иләһи әумин. Кешке бата алайық. Қыздың батасы бөлек. Аға, өзіңіз бастап беріңіз, өзіңіз жауап беріңіз.
Adamlar жасыңыз 83'te. Қателеспесем. 83'те. Жасыңыз 85'ke келгенде осындай жастарға айтар өсиетіңіз болсын. Жасыңыз 95'ke келгенде жастарға айтар ақылыңыз болсын. Жасыңыз 100'ге келгенде бір жақта бәйбіше, бір жақта тоқалыңыз болсын. Аумин. Аумин деп қайда? 100'ге келгенде тоқалды қайдасыз? Атыңыз ұлып қалашасыз. Бәрекелді. Енді құрметті қонақтар, 70 килограмм салмағым қыз қырқынның арманы келесі бойда айтылсын, өмірбаянының қалғаны. Қалғанымыз. Енді олай болса, рұқсат болатын болса, қызымызды шақырайық, ортаға келеміз. Кешіміздің ең маңызды сәті, қызымызды ұзататын да сәт. Екі жеңгесі бар ма? Рахмет. Вот, мен емес алып келеді, сен алып келесің, бар. Екі жеңгесі келсін. Осы әулеттің туылған туыстары кеп тұрмайсыздар ма, былай коридор болып? Сен үшін бақыт берген Енді қызымызға ақ батасын әжемізден алсақ деген ниеттеміз. Рахмет. Міне құрметті қонақтар, қызымызға берілетін ақ бата. Ағам енді барған жеріңде бағың ашылсын, қатарыңның алды бол. Барған жеріңе балдай батып судайсың, алақанына салып ұстасын Алладан тілейтінім. Тілінің тілінен, ұспанның тілінен сақтасын Алла. Қосағыңның қосағы, бақытыңа жет армандаған. Бәрекелді. Енді құрметті қонақтар, қызымызбен қоштасайық. Содан соң көп созбай, қызымызды артына қаратпай шығарып салсақ деген ниетіміз. Барған жерінде бақытты болсын, келеміз. Әжелер, ата-аналар. Қызымызбен қоштасып алайық. Барған жерде иықтан шашы төгіліп жерге жерде бағың күнің ашылсын, балалығың енді бүгін басылсын. Ақты төсіп өз қолымен атанан көзді тұнған қимас жасын жаздырсын. Өз елімнің пәк сенімін ақтаймын, барған жердің өз дәстүрін сақтаймын. Не айтса да сол жұртына сіңісіп, сүйеу болар күйеуімді жақтаймын. Ақ періштен жалтақтан артына, қыз тілеуі жақыт болған қалқына, барған жерде басымды еп сәлем сал, адал жұртым жолықсыншы талқына. Хош періштем, серігіңмен келіп тұр, іздеушің бар, оған жаным сеніп тұр. Келсе елге сыңармен келсін деп, ата-анаң ақ батасын беріп тұр. Қарайлама,
Sen özgenin bağısın, жиі соқсын, жүрек толы қағысын. Отнағыр көлімен шық ерінде, кімнің қызы екеніңді танысын. Шын бақыттың құшағында тұншығып, әрбір жүрген іздерімнен гүл шығып, барған жерге ұрпақ сыйла анамын, шаңырақты мәңгілікке бір құрып. Қош жаман бұл, еркелеген насылым, бәрекелді, қызымызды шығарып салайық ағайындар. Қызымызды шығарып салайық. Берген сыйы сұлу болса, бір Аллаға періштемді тапсырдым. Бәрекелді, құрметті қонақтар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек қана келесі кездескенше аман сау болайық, тойдан боласын. Тек қана қуанышта жолығайық. Сіздерге тақлық болсын.